Намаз оқудың пайдалары. Намаз оқудың пайдалары өте көп. Бұл видеода 9 пайдасы айтылады. Бірінші пайдасы — намаз Аллаға жақындаудың ең абзал жолы. Намаз Аллаға сүйікті және оған жақындататын ең игі амал. Алла тағала айтады: құлым өзіне парыз етілгендердің ең сүйіктісімен ғана маған жақындайды. Ал пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай дейді: намаз ең жақсы амал. Оны көп орындауға қайсының шамасы келсе істесін. Намаз Аллаға жақындатушы. Сондай-ақ пенденің Раббысына ең жақын болатын кезі ол сәждеде тұрғанда. Екінші пайдасы — намаз күнәдан тыюшы. Алла тағала айтады: күдіксіз намаз арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Керісінше әрбір күнә мен арсыздық адамды намаздан және Алла тағаланы еске алудан тыяды. Келесі пайдасы — намаз күнәларды өшіруші. Алла тағала намазды өзге құлшылықтарға қарағанда күнәларды көп жоятын қылды. Алла тағала айтады: Мұхаммед күндіздің екі уағында, таң және екінді, түннің күндізге таяу кезінде, ақшам құптан намазын толық орында. Шынында жақсылықтар жамандықтарды жояды. Бұл түсінушілер үшін бір насихат. Келесі пайдасы — намаз дерттен айықтырады. Қаншама ауруларды емдеуге көптеген медициналық дәрілер көмектеспей жатады. Ал намазға тұрғанда Алла оларға шипа беріп, аурулары жазылып кетті. Әсіресе түнгі намазға тұрғанда. Бесінші пайдасы — намаз дәрежелердің көтерілуіне себеп болады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын айтады: сен Аллаға бір сәжде қылсаң, Аллах сенің бір дәрежеңді көтереді. Сондай-ақ Рабия пайғамбарымыздан жәннатта бірге болуды сұрағанда былай деді: көп сәжде қылумен маған көмектес. Тағы бір пайдасы — намаз Алла тағаланың рахымына бөлейді. Намаздың жемістерінің бірі — пенде намазға тұрып, намаздан кеткенше Алла мейірімінің оған үзілмей түсуі. Сондай-ақ оны періштелер қоршап тұруы. Бұны имам Ахмад Абу Умамадан келген мына хадиспен қоштайды: шынында пенде намазда тұрған уақытында оның үстіне жақсылық құйылады. Пенде үшін оқитын 2 ракағатынан абзалырақ еш нәрсе әмір етілмеген. Жетінші пайдасы — сәжде тозақ отынан қалқан. Намаздың жемістерінің бірі — мүмін адам тозаққа түссе, от оның сәжде қылған жеріне, маңдайына зарарын тигізбейді. Мұндай нәрсе басқа амалдарда жоқ. Бухаридің сахихінде келгендей, пайғамбарымыз сәжде жасайтын жерлерді тозақ оты күйдірмейтінін былай айтқан: Алла тозақ отына адам баласының сәжде орнын жеуге рұқсат берген жоқ. Сегізінші пайдасы — намаз рухымыздың азығы. Ол жанымыздың азығы. Себебі тән азыққа мұқтаж болғандай, рухымыз мейірімнің түсуіне өте мұқтаж. Ол екеуінің әр қайсысы азықтарын сіңіріп алады да әрдайым азығын жаңартып тұруды қажет етеді. Сөйтіп Алла тағала 5 уақыт намазды жанымыздың күнделікті азығы етіп жасап қойған. Намаздың 9-шы пайдасы — намаз бұл ризық келтіруші. Егер пенде намаз оқып намазына берік болса, Алла оны ойламаған жерден ризықтандырады. Алла тағала Құранда былай дейді: үй ішіңді намазға бұйыр және өзіңде оған көңіл бөл. Біз сенен ризық тілемейміз. Сені біз ризықтандырамыз. Соңғы табыс тақуаға, Алладан қорқушыға тән. Осындай көптеген пайдалары бар құлшылықты бізге нәсіп еткен Алла тағалаға сансыз мақтаулар болсын. Барша құлшылықтарыңыз қабыл болсын, құрметті көрермен. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдырыңыз.